Кез келген елдің қорғаныс қабілеті бұл тәуелсіздіктің тұғыры ғана емес, индустрияландырудың қуатты факторы, озық жобалар, инновациялар мен жаңа технологиялар. Қорғаныс өнеркәсіптік кешен бұл экономиканың ең маңызды салаларын техникалық қайта қаруландыруда және жоғары кәсіби, технологиялық және мобильді қарулы күштерді жасауда маңызды рөл атқаратын ғылымды қажетсінетін сала. Қазақстанның осы саладағы стратегиялық мүдделерін құрамына 27 ең ірі әскери кәсіпорын және республиканың зерттеу орталықтары кіретін холдингтік құрылым Қазақстан Инжиниринг ұлттық компаниясы қамтамасыз етеді. Компанияның жұмысының мақсаты мемлекеттік қорғаныстың тапсырысты орындау, халықаралық қару-жарақ нарығын көздейтін өнеркәсіпті дамыту. Қазақстан Инжиниринг бұл табысқа қол жеткізу. Бұнда әскери техникалық прогрестің озық жетістіктерін көзбен көруге болады. Ұлттық компанияның кәсіпорындары құрлықтағы әскердің және әскери теңіз күштерінің, авиацияның қару-жарақтары мен техникасын, әуе шабуылына қарсы қорғаныс жүйелері мен құралдарын, арнайы міндеттегі мүлік және құралдар, IT технологиялар, байланыс, әскерді тылдық және техникалық жағынан қамтамасыз етуді өндіреді. Қазақстан Инжиниринг ұлттық экономиканы диверсификациялауды және модернизациялауды қолдайды. 2015 жылы компанияның Қазақстанның машина жасаудағы үлесі 10,3% құраған. Мұнай-газ және темір жол кешені үшін, ауыл шаруашылық машина жасау және радиоэлектроника үшін азаматтық өнім шығару игерілді. Қазақстан Инжиниринг инвестицияларды тартады, бірегей өнім өндіреді және оны әлемдік деңгейге шығарады.